Саламатсыздар, студенттерге арналған әдістемелік ұсыным. Электронды портфолио дегеніміз оқытушының немесе студенттің өзінің орындап жатқан жұмыстары жөнінде барлық мәліметтің магниттік дискіде файл түрінде берілуі. Электронды портфолионы құру үшін Wix.com, Wikit сияқты платформаларды қолдануға болады. Біздердің қазіргі таңда таңдаған платформамыз Wix.com платформасы. Оған кіру үшін электронды почта жазамыз және оны қайталап жазамыз. Келесі парольді енгіземіз, яғни ағылшын әріптері мен цифрлардан тұратын сандарды енгіземіз. Соны қайталаймыз. Сосын создат батырмасын басып, Wix.com сайт терезесі ашылады. Бастау батырмасы басу арқылы өзіме, яғни портфолио құру бөлімдерін таңдаймыз. Ашылған терезеден кез келген шаблонды таңдау арқылы құруға болады, немесе бос шаблон арқылы құруға болады. Енді біз сайтымыздың менюін құру үшін меню бөліміне барамыз да енгіземіз. Яғни енгізу үшін өзінің дайын тұрған главный өзгертіп переименовать, яғни атын өзгерту арқылы оқушының жетістіктері, студенттің жетістіктері, өзім туралы, өмірбаян деген сияқты ақпараттарды енгізіп, сурет енгізуге болады, видео енгізуге болады, аудио енгізуге болады, сонымен қатар вордтық документтерді енгізуге болады. Презентациялар, Excel бағдарламасында жасалған құжаттарды енгізуге болады. Соңында біздің жасалған жұмысымызды жариялау үшін арнайы жариялау батырмасы енгізілген, сол батырманы шерту арқылы жұмысымызды жариялай аламыз. Енді кезекте сіздердің назарларыңызға WorldSkills чемпионатына дайындалған студентімнің электронды портфолиосын ұсынамын. Электронды портфолио Wix.com платформасында құрылды. Мұнда 5 бөлім кірістірілген. Бірінші бөлімде студент өз туралы түйіндеме, отбасы, оқу орны, туған жері туралы жазады. Келесі екінші бөлімде өзінің практикасында қолданылған сабақ жоспарларын және видеороликтерді енгізіп қоюға болады. Үшінші бөлімінде бұл балаларға арналған, мұнда алфавит, көбейту кестесі және сонымен қатар балаларға арналған фильмдер мен мультфильмдерді жүктеп енгізуге болады. Төртінші бөлімде мұнда 5 минутта үйренемін тақырыбында балаларға арналған шығармашылық видеороликтерді жүктеп қоюға болады. Бесінші бөлімде кері байланыс бөлімі, осы құрылған электронды портфолио арқылы алған әсерлерін жазып және ұсыныстарын жазып кетуіне болады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.